Алдарыңызда міне домбыраны ең оңай тәсілмен тартуға арналған сызба. Яғни мына сандарды тек басып отырасыздар домбыраның пернесінен. Яғни мына 7 болса, мына жерде мысалы 7-ші пернені басасыздар. 5 болса 5-ші пернені басасыздар. Міне анашым әні. Шет жүрсем сағынарым. Мына 7-ші пернені тартқанда шет деп сөзін бірге айтасыздар. Сол кезде әуені шығады жақсы. Алғашында бас бармақпен тартамыз міне астыңғы шектен. 0-ден бастайтын адамдарға міне бас бармақпен оңай болады басында. Сандарды пернеден санап табамыз. Осы сызбаларды сіздерге тегін береміз. Яғни тегін үйрететін боламыз. Мынау домбыраны 0-ден бастайтын адамдарға мына жерде қағысымен жазылған, мына жақта. Мынау ақ бантик әні міне. Осы сызбаларды тегін беретін боламыз. Комментарийге жазыңыздар. Қайырмасы қазақ осы әнін көрсем, қағыспен жазылған. Мынау неге әні. Міне қазақ осы әні. Бұл қағыспен жазылған, яғни төменге жоғарыға тартамыз қағыспен. Ал жаңағы көрсеткен ол бас бармақпен. 0-0-0-ді баспаймыз. Төменге жоғарыға 0-7. Жаңағы сияқты, просто үстінде де астында да сан бар. Қазақ осы әні. Міне осылардың барлығын тегін беретін боламыз. Комментарийге жазыңыздар. WhatsApp номер береміз. Түсінбей жатсаңыздар, міне тегін үйрене аласыздар. Неге әні. Ақ көңілді ағарманым не болып жүр. Саған жаным. Қаншама рет ойлансам да құпиямды таба алмадым. Міне барлығы дайын. Кім үйренгісі келеді, осы сызбаларды тегін береміз. Және домбыраны тегін үйретеміз. Баршаңызға сәттілік.